Саламатсыздар ма? Бүгін тағы да сіздермен Қызан Құлдабай каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз мынандай әдемі балық тоқитын боламыз. Өте керемет, тоқылуы өте оңай. Міне. Осындай балықты қолдан жасап, шыршаға ілуге болады, той шашуында тойға шашуға болады. Және балықтың басқа түрлері де бар, фантазияңызға ерік берсеңіздер. Міне, мынандай да балық болады. Міне сіздерге көрсетейін деп тоқып шықтым. Өте әдемі. Осы балықтар ұнаған болса, менімен бірге тоқитын болсаңдар, алдағы уақытта жаңағы балалардың шыршасын іліп қоюға, немесе балалардың қолдарын үйретуге өте жеңіл, кішкентай ғана осындай балықтар. Міне, енді өзім фантазияма қарай тоқыдым. Бұл балықтар не балық екен, атын білмедім, жауалап. Ал онда кірісейік. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаған болса комментарий жасап, жазып кетулеріңіз сұралады. Жалпы каналыма қатысып, менімен бірге тоқып жүрген қыздар бар екен. Сол басқашалау бір нәрсе саласыз ба, жеңілдеу көрейік деп едік дегесін, осы мен балықты тоқып сіздерге алға көрсетіп қойып жатырмын. Талаптарыңа нұр жаусын. Алдағы уақытта менімен бірге тоқиық бірге. Мына балықтың мынау қанаты дейді ғой, қанаты басқашалау. Мынаның да жағы несі басқашалау, ертегінің балығы сияқты. Ал ендеше, онда бастайық. Балықтарымыз бізді күтіп тұрсын, осылай бізде бастайық. Ал ол үшін бізге ілмек керек, қайшы керек, жаңағы моншақ керек, күнделікті. Мен бүгін мынандай түспен тоқиын деп отырмын. Ертегі балығы сияқты болып, необычный болып. Ол үшін біздер ғажайып шеңберімізді жасаймыз. Бұрын көріп жүрген қыздар біледі, ғажайып шеңбер. Бір бас ілмек іліп аламыз да, және бір ілмек алып қатайтамыз. Сөйтіп, осы ілмектен 6 үстемесіз тор тоқимыз. Ол шеңбердің ішінен аламыз. Мынандай етіп. Содан кейін барып бір бас жіп аламыз. Екеу болды ма? Екеу болғаннан кейін осы ілмекке осы екі жіптен, жұмысшы жібінен бір жіп аламыз. Осылайша 6 бас жіп, яғни үстемесіз тор. Столбик без накида деп аталады орысша. Соны істейміз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау шықты. Сосын мына бірінші манағы жібімізден бірінші қалған, оны жайлап етіп тартсаңыздар, мынау шеңбердің артық жібі не істейді, азаяды. Одан кейін манағы бірінші басындағы қатты тартып жүрсеңіздер, өте тығыз болып кетеді. Басындағы бірінші қиындау енді басында. Оның үстіне енді осылайша бір жіп аламыз да. Осы жіпті, мына жіптің басына алсақ, біздер шеңберімізді бітеледі осындай болып. Жалпы тоқуда әркім әртүрлі ұстайды жіпті, әртүрлі оңай жағына қарай. Бұны тоқып жүрген адам болса, енді мен алтатына жұмысшы жіп деген мынау болады. Жұмысшы жіп ұстап отырған қолым кішкене мүкістігі бар. Деген мен өзімнің ермегім болғасын осын жайлап тоқимын. Бірақ мына экранның алдында тез тоқып сіздерге үлгере алмай қалып жатамын да. Сондықтан да оған мән бермеңіздер. Адам алдына талап қойса, оған қалай еткенде жетпей тынбайды ғой. Сондықтан да өздерің ыңғайлап, және мына жерде де мен алыстан алсам, мына қолым кішкене ыңғайға келмей қалады. Сонда да барынша тоқып жатырамын. Ал енді түсіндірейін. Енді біз 6 бас жіп алдық, сол 6 бас жіптің, яғни 6 біздің әр басынан бір-бірден манағыдай столбиктің без накида тоқимыз. Яғни үстеме қоспай, әр басынан біз бір бастан жіп аламыз. Қаттырақтап жіберетінім бар кейде. Яғни әр басынан бір-бірден бас аламыз. Не үшін? Себебі мына балығымыздың аузы кішкене шығыңқы болсын деп бірден алып кетеміз. Кейін бас жіптер қосып шеңберімізді үлкейтеміз. Осылайша әрбір басынан көрінсін деп өзімше ашып отырмын. Бірақ мен айтып жақындап ыңғайыма қарай тоқсам, тез тоқимын. Сондықтан кішкене мынау көнбей жатыр. Екеу. Келесі басқа барамыз. Бас деген түсініп тұрсыздар ғой, мынандай екі жіптен түседі ғой, мынандай етіп. Міне сол жерден шолсаңыздар, міне ішіне
кіреді, яғни 6 солай дөңгеленіп тұрған бас жүптер 3 деп осылайша 6-ауын аласыздар. Бесеу. Бастапқы жіпке келдік, уже 6-сы міне. 6-ау. Кейін бұл жер шығыңқы болып тұрады, былай етіп. Былай етіп шығыңқы болып тұрады. Қазір енді бізге қолымызбен басылып тұр. Бірден сол 6-ауын алып аламыз. Мен былай етіп тоқысам тез тоқимын, бірақ сіздерге көрінбей қалама деп ашып отырмын. Енді осы жерге біз жаңағы белгі қойып кетейік. Бұл белгі қоюдың неше түрі бар. Тоқыш тоқығанда осындай нәрселер, мен өзім оңаша тоқығанда осындай нәрсе қойып кетемін. Сіздерге осы жерге қойып кетсем, қазір мына жер жабылып кетіп, сендерге көрінбей қалама деп, әріп кез келгеннің қолында болмауы мүмкін анандай зат. Сондықтан да қандай да бір жіпті қойып кетсеңіздер, белгі етіп, осылай етіп, сонда өздерің қысып басын тастап отырсаңыз, кейін жіпке қыстырылып қалып тұра береді сосын. Ал кеттік енді келесісін. Біріншісін манағы тоқу бойынша сол бетпесін накиді тоқимыз. Екіншісіне бас қосамыз, яғни бір ойықтан 2 рет аламыз, алатын боламыз. Бір алған жерімізден біреу, осылайша 2. Келесі біреу деп кетеміз, себебі жатыспас үшін, яғни бір аламыз. Бір аламыз, сосын келесіден 2 аламыз. Біреу, 2. Бұрын менімен бірге тоқып жүрген қыздар болса, әрбір сабағында өйстіп түсіндіріп жүрмін мен. Сондықтан қыздар біледі. 1-2, 1-2 деп мына жасаған қойып кеткен белгімізге дейін айналдырып шығамыз. Ал кеттік. 1, 2. Және сол жерден тағы бір рет аламыз. Мына жерге келгенде 1. Осылайша біздер мынаны кейінірек бүйтіп істесеңіздер, мына басы шығады. Осылай белгі тұра берсін. Тағы бір рет айналдырамыз. 1, 2, 3 деп кішкене балғамыздың содан кейін тоқи береміз ары қарай. Түсінікті ғой да, 1, 2, 3 дегенде 1, 2, 3 деген жерде 2 рет аламыз келесі. Бір екішпен осы біздің белгі жерімізге дейін тоқи берейік. Үш, 1, 2, 3 деген жерде екінші рет аламыз. Бұл жерде 1, 2 дегенмен бітеді. Енді осыдан ары қарата ешқандай бас қоспай 7 рет ары қарата осылай тек айналдырып шыға бересіздер. Осы белгінің тұсынан белгіні мына жерге де қоюларыңызға болады. Мен 2 бас өтіп кеттім. Сонымен қосқанда мен 9 басқа дейін шығуым керек. Әрбір бастан бір бас аласыздар осылай. Болды. Әрбір бастан бір бас ала бересіздер. Осылай айналдырып осы белгімізге келгенде бір айналып шыққан болып есептеледі. Солайша 9 рет айналып шығасыздар. 7 рет айналып шығасыздар. Өзіңізге қараңыздар, енді балғыңыздың ыңғайына. Жібіңіз қалың болса, одан да аз айналдыруға болады, себебі қалың жіппен өте үлкен болып кетеді. Осылайша сәттілік бәріңізге, бірге тоқып 7 рет айналып шығайық. Мен тоқып болдым. Енді тоқудың несіне түсіп кеткенде
Адам қай жерге келгенін білмей қалады ғой енді. Мен шамалы бір айналым асып кетіппін, ештеңе етпес. Енді осы жерден бастап біздер мына жартысын, балығымыздың жартысын тоқып болдық. Себебі мынау қазірден түсіндіріп кетейін. Жалпы тоқылып жатқан затыңыздың үлкен кіші болуы мана басындағы ғажайып шеңберден кейін алатын бастарыңа байланысты. Яғни басында бас қосқан кезде сіздер манағыдай бір айналып шығып, сосын 1-2 деп, сосын 1-2 3 деп, 1-2 3 4 деп манағыдай қоссаңдар үлкейе береді де. Егер кішірек қылатын болсаңыздар, сол 1-2-ден айналсаңыздар, одан кейін жаңағы сол қалыпты тоқи берсеңіздер қатты үлкен болмайды. Егер үлкен қылғыларың келсе 1-2 3 1-2 3 4 5 1-2 3 4 5 деп кете бересіздер. Соның несіне қарай. Енді біздер жаңағы көрсетейін деп отырғаным, әлі жаңағы балықтың қанаттары бар бізде, сондықтан тез түсіндірейін. Енді бас азайтамыз. Яғни 1, 2, мына 3 бастан бір бас шығарамыз. Азайтамыз, енді желеп азайта береміз. Сосын келесі басты біреуін аламыз да, себебі қатты бұрылып кетеді. 1 я 2 рет осылайша тоқып аламыз. Тағы да 3 бастан бір бас шығарамыз. Яғни 1, 2 іліп алдық. Сосын осы 3 бастан бір бас шығарып кетеміз. Тағы да 1 рет я 2 рет бас іліп аламыз да, сөйтіп соңына дейін апарып тастамаңыздар, кішкене қалдырыңыздар. Соны ескертейін деп. Қатты бір тастамаңыздар. Шамалы бір оншақты бас қалғанша тоқи беріңіздер. Және бір көрсетіп кетейін. Мына жерде мен жаңа 2 бастан кейін тағы да бір батырым. Осылайша кішкене арасында қойып, мен айтуға ұмытып кеткем, ішіне салмасын сала беріңіздер. Себебі кейін аузы бұрып қалғаннан кейін салмасы салу қиын болады да. Оны енді менде қылафайбер біреулер мақта салады, біреулер синтефон салады. Енді әркім әртүрлі. Сондықтан ішінде салмасы деп айтамыз. Вообще осылай етіп салмасын салып нығырлап алып, салмасы өзіңізге кедергі келтірмейтіндей қылып ары қарата тоқып кете бересіздер. Сосын кішкене аузың жақындағы және кішкене шамалы саласыздар, өздеріңізге ыңғайлы қылып. Міне мен шамалы ғана қалдырдым. Жалпы мына жерден енді балық енді кішкене жаннан қараған жалпақтау болады. Осы жерден түбінен қарсы беттен бірге аласыздар. 2 бастан бір бас аламыз. Тағы да келесіден де сөйтеміз. Міне 2 бастан бір бас аламыз. Тағы да қарап ыңғайына 2 бастан бір бас аламыз. Яғни бір бастаймыз. Шетінде шамаларың келгенше алуға тырысыңдар. Себебі шеті шошайып қалмас үшін. Міне осындай қылып бүрілді менде. Қолымды тоқығанына қарап отырасыздар. Bir бас үстеме бас аламыз. Және үстін тағы да аламыз осылайша. Кішкене бізге бас керек болады. Және бір бас. Осылайша кішкене. Және бір бас. Осымен біздің қызыл жеріміз болды деп есептеймін. Осыны түйіншектеп менің астына жасыруға тырысамыз. Шамам бірінші уақыт алғым келмей жатыр. Себебі әлі қанаттары бар, түсіндіретін көзі бар деген сияқты. Кейін мына жерден алып ішіне қарай жасыруға болады. Бізде осындай нәрсе шықты. Енді тағы көрсетіп жүрейін. Мына жеріне кез келген қасында болса көрсетеме. Енді уақыт алмай біздер қанатын көрсетейін сіздерге. Былай етеміз. Осындай жіп менде. Екеуі бір фирманың жібі. Шамамыз келгенше тартып, әуел бәрін қосып бір бас жіп алып кетеміз. Содан кейін осы бастан біз 20 бас жіп аламыз, көтерме бас аламыз, яғни 20 бас аламыз. Біреу тақтап тұрып, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Осылайша 20 бас аламыз. Мен 20 бас алдым. Енді сіздер көрсетейін деп отырғаным, осы 20 бастан қарап, мына екінші ілмектен бас алып,
екі бастан бір бас тоқисыздар, яғни іліп алып. Негізі тоқудың көбі осындай болып сол келесі ілмекпен барып осы жерге дейін барасыздар. Осылайша мысалы мен мынадан алдым ба, сол бір ілмектен алып қоя бермеңіздер, байқап қарасаңыздар, осылайша басында енді іліп алып кету қиындау. Осылайша аласыздар да екі бастан бір бас шығарып соңына дейін тоқисыздар. Мен қазір көрсетемін. Міне мен соңына дейін тоқып шықтым. Енді соңына келгеннен кейін мына жерден міндетті түрде басына іліп аласыздар. Сосын кейін қарай міндетті түрде бір бас жіп жоғары көтеріп алыңыздар да, кейін қарай көтергенде тоқырда мен сіздерге жақындатып көрсетейін. Мынау жаңағы бас тұрған, бұл екі жіптен тұрады. Ішкі басынан аласыздар. Әрқайсысының ішкі басынан аласыздар. Солай етіп былай екі бастан бір бас шығарып алып, тағы да екі бастан былай етіп аласыздар. Екі бастан бір бас, яғни ішкі бастан аламыз. Кейін қазір кішкене толқыңқырап ашылып көрінгеннен кейін сіздерге не үшін екенін айтамын. Бұл жаңағы балықтың, мына жерден де көрсетуге болады. Мына балықтың мынандай жаңағы нелері көрініп тұру үшін, анық көрініп тұру үшін мынада ішкі бастан аласыздар. Осылайша жоғарыға дейін тоқимыз. Жоғарыға міндетті түрде жетпейміз, кері қайтамыз. Осылайша ала бересіздер. Осылайша мынау жоғарысында көріп тұрсыздар, үш бастай қалды. Екі бас қалғанша, енді өзіңіздің неңізге байланысты екі бас қалғанша мынандай, содан кейін қарай жүресіздер. Бір бас алуды ұмытпаңыздар. Сосын қайтадан саусақтарыңызға қарап отырсаңыздар, көрініп тұр. Міндетті түрде мына соңғысынан бастап ішкі жағынан аласыздар. Осылайша ішкі жағынан алып тоқи бересіздер. Соңына дейін. Соңына барғаннан кейін міндетті түрде, мысалға соңына келдіңіз ғой, міндетті түрде мына жерден алып, мына розовыйдан алып бас алып кетуге тырысыңдар. Себебі мынау былай тұру керек те, кетсаңдамай тұру керек. Міне мен манағы іштен алғаннан уже мына кері шығып жатыр, мына жағы шошайып. Сонымен сіздер міне көріп тұрсыздар, сіз екінші мынаған өттіңіздер, яғни біреу екі былай етіп, осындай кіршіктерің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді өзіңіздің неңізге қарай мына жерден тағы бір қосуға болады. Солай соңына дейін тоқи беріңіздер. Осында сондай болып шығады. Бірінші осы қанат қалай тоқылады, соны көрсеткім келген. Ал мына қанат өздеріңіз білесіздер, былай қана басын азайтып, ол оңайырақ. Сондықтан мен осыны көрсеткім келген сіздерге. Міне мен тоқып болдым. Мындай әдемі шықты. Соңғы жеріне келіп, жаңа жібімізді қиып тастаймыз әуелі, содан кейін реттейміз. Жалпы тоқушы тоқысаң да, аспаз болсаң да, кім болсаң да, жалпы ешкім білмейді. Жобасын білесің жасап жатқан затыңның, бірақ оның керемет болып шығуы, жақсы болып шығуы, ойыңнан шығуы, оның бәрі білмейсіз сіз қандай болып шығатынын. Сондықтан да сол нәрсені уайымдайсыз, жаңағы шамаңыз келгенше реттеуге тырысасыз. Осылайша әдемілеп кейін мына жерге мына жіпті айналдырып тастауыңызға болады. Мен уақыт алмайын. Сол сияқты сіз қандай мамандық иесі болсаңыздар, қол жұмысы, қол өнер деген ол өте ыждағаттылықты, өте жаңағы нені требует етеді жаңағы. Енді мен сіздерге көрсетейін. Так, үстіңгі біздің немізді. Осылайша жобамен, осы жобадан аласыздар. Яғни жіпті аласыздар да. Осы жіпті бірден сразу басалып тастайсыздар. Астыңғы жібін тартып, жібіңізді азайтып, келесі жерден тағы бір бас алуға тырысасыздар. Яғни осылайша ұстап, ішіндегі хлапай бір ілініп қалып отыр. Сондықтан да қанша профессионал болса да, қанша аспор болса да, ойындағыдай шықпай қалуы мүмкін істеген заты. Сондықтан да осындай процесс кезінде адам ойланып отырады. Жаңағы не істеп, бұл өте жалпы қол өнер деген өте ұқыптылықты требует етеді. Бір өнердің бір түрі ғой, бұл да қазақ ата бабамыз өте данышпан. Осында үйде отырып, осылайша адам миы демалады, ананы ойлап отырады. Тағы бір рет алайын.
орысша айтқанда инструкциямен қанша жұмыс жасасаң да ол кейде ойындағыдай шықпай қалады. Мен мысалы инструкция деген нәрсені көп пайдаланбаймын. Мен өзімнің фантазияма еркіме беремін. Так, мына жерге дейін алып келдіңіздер, иә? Енді осыдан кейін жаңағы біз білетін столбик с накидом тоқимыз. Яғни әуелі екеуін аламыз, содан кейін біреуін алатын боламыз. Енді мына жерде міне жасыл жібін босталып тарқатылып кететін. Жалпы ширатылу. Сосын жаңа істеп отқан материалыңа да байланысты болады. Кейбір жіптің де түрлері болады. Енді өзіме қатыстысын айтайын. Жіптің де түрі болады. Ширатылуына қарай, фирмасына қарай. Әдемі болғасын. Осыны тоқырайын дедім. Столбик без накида. С накидом. Содан кейін двойной столбик с накидом келесіге тоқыңыздар. Сонда кішкене несі көтеріп тұрады. Так. Постарайся. Постарайся. Аның ортасы пысықтығы не екен, шамал екен. Осындай тап болдым. Жіпке. Осындай жерде осторожно. Постарайся. Тағы да двойной с накидом келесі ілмегімізге әуел біреуінен аласыздар, сосын екеуінен аласыздар. Біреусінен шықпай қалды. Содан кейін екеуінен бір бас аласыздар. Сонда мынандай сияқты болып уақыттың қауырсын шығады. Екінші рет аласыздар. Осылай. Так, әуелі біреуінен іліп аласыздар. Содан кейін екіншісін іліп аласыздар. Сосын с одним накидом, яғни бір ілмекпен бір бас қосып. Содан кейін осыны түміндегі жерден бір бас алып бекіте қойыңыздар. Осылай етіп. Бекіте қойып, қатырақтап артынан жасыратын боламыз жібімізді. Басында қалған жіппен біріктіріп байлап, кейін ішіне қарай жасыратын боламыз. Енді екі жанындағы қанатын қалай тоқу керек, соны түсіндіріп жіберейін. Мына уақыт алмайын, кейін істеймін. Так, осы бір тұстан манағы сияқты қылып, кішкене ғана екі жанынан, осы жерден, кішкентай ғана, мындай ұзыншақ болмай, бір 3-4 баспен екі жанын тігуге болады. Енді мен сіздерге көрсетейін деп отырғаным, көзін қалай істейміз. Біз көзін ақ жіптен тігеміз. Қазір сосын бұратылап біткеннен кейін бір мына біздің ғажайып пішіңдер жасап аламыз. Негізі тоқудың көбінде осы ғажайып пішіңдер пайдаланады. Сондықтан жақсы етіп үйреніп алсаңдар, ойланып жасасаңдар, бұл осыша не істесеңдер, скользящий петля деп айтады. Осыдан 6 бас қана жаңағы ала қойыңыздар. 2, 3, 5, 5. Так, 6. Сосын осылай қойып, мынау жіптен бастарын зеттер жіберіп, жіптен тапсаңыздар, бізде мынандай дөңгелекше пайда болды. Осының басын мынаған бекітеміз. Мына жердің бірінші несіне осылай етіп бекітіп, әуелі бір жіп аламыз. Сосын мына ненің басындағы жіпке үзіп аламыз. Мына бекіту деген осы. Сосын шамалы тартып жібімізді қиямыз. Ақ жіпті алып тастаймыз. Сосын мына екі жіпті байлап тастаңыздар. Сол кезде Блин. Жіптерді жақындатып қисаңыз да болады. Мына біздің жалпы көздің сылабасы шықты. Көзді енді өздеріңіз білесіздер, балықтың көзі екі жанында тұрады, шамаланып келгенше мына жіптерін істеп ақ жіппен тігіп тастайсыздар ма, клеймен клейлеп тастайсыздар ма осы жерге. Сосын үстіне қандай да бір қара моншақты тігіп тастауларыңызға болады. Енді көзді мына жерге бекіттік деп ойлаймыз. Сосын мына жанындағы қанатты
көздің тұсынан бастап алыңыздар. Енді алдына қарай кетіп қалмасын, көздің тұсынан былайша кішкене қисайтпен қырып, осы бір тұсқа манағыдай етіп іліп тоқуыңызға болады. Мен қазір тоқып шығамын, сосын сіздерге көрсетемін. Міне мен болдым жасап, екі жанына әдемі шықты, иә. Енді тағы бір фишкасын айтайын. Мына бір жерден кез келген жіпті іліп аласыз. Былай етіп. Содан кейін енді аузын жобалап, қалай болады аузымыз? Былайырақ алып қалыппын ғой, аузын туралап аласыз, аузын сөйтіп осындай жерден бір жіпті өткізіп жібересіз. Бір қандай да бір қызыл жіпті. Сосын осы бір тұстан тағы да аласыз да. Жібіңіз кең қарата суырылып кетпесін. Онда да бір сыңар шығып кетті. Так, мынау біздің балығымыздың аузы болады. Кішкене бүйтіп татсаңыздар. Енді мұнан жасыруымыз керек. Кез келген жеріне саласыз да. Осы біреуде аманездің астына қарата жасырып жүруге тырысасыздар. Опа, шықты. Так, мұнан да кішкене тартайын да. Так, любой жерден алуға болады. Кері қарай тартып, ең бастысы жіпке ілініп қалмасақ болды. Мінекей, бізде осындай басында желімнің несі. Ал, міне, ұнады ма сіздерге? Керемет емес пе? Әдемі шықты, өзіме ұнады, көңілім толды. Яғни, және бұл балықты дейтін аквариумның балығы деуге болады, немесе ертегіде айтып жатады ғой, жаңағы өзіңнің қалауыңды орындайтын алтын балық деп айтсаңыз да болады. Жаңағы керемет балық шықты міне. Осылайша алдынан қарасаңыздар әдемі, иә. Ал, құрметті менің каналымның қонақтары, егер ұнаған болса, әрине ұмытпай каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, өздерің ойларыңызды жазыңыздар. Алдағы уақытта қандай нәрселер көргілеріңіз келеді, сол жөнінде жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, бәріне жауап беремін. Және дейтін бұл тоқу деген адамның ой өрісін арттырады, балалардың телефонға шыққып отырмай бір үйреніп алса, фантазиясын көбейтеді. Міне осындай балықтар қазір әдемі. Бұны мына жеріне шыршаға да іліп қоюға болады, немесе жағына батыс өңірлерінде той шашуларына апарады ғой, шашып кәмпиттермен қосып, соған да шашуға болады. Ал енді алдағы уақытта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде каналымыздан алыстамаңыз, келіп тұрыңыздар. Арман тілектеріміз орындала берсін, балықтарымыз көп болсын. Балық деген негізі жақсы нәрсе ғой. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Аманшылықта кездесейік. Міндетті түрде каналымды қарап қойыңыздар.